Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге француздардың әйгілі пирогы киш лоренді бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа 210 грамм електен өткізілген ұн саламыз. Үстіне 110 грамм мұздатқыштан шыққан сармайды салып, үткіш немесе пышақтың көмегімен ұсақтап аламыз. ұн мен майды біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық қант және жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Содан соң бір жұмыртқа салып қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға орап, салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Сонымен киш лореннің салмасын дайындайық. Тауық еті мен шампиньонды ұсақтап турап аламыз. Табаға май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға ең алдымен тауық етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрышты салуды ұмытпаңыздар. Тауық еті жақсылап қуырылып болған соң, оны басқа ыдысқа алып, шампиньонды қуырып аламыз. Шампиньон қуырылып жатқанда қамырды осылай жайып, асты жабыспайтын табаға немесе қалыпқа салып, формаға келтіріп аламыз. Үстіне пергамент қағазын төсеп, қолданбайтын дәнді дақылдарды салып, 180 градус қызып тұрған духовкаға 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Ыдысқа 3 жұмыртқа және 200 грамм қаймақ салып, жақсылап араластырамыз. Мен бүгінгі киш лоренға үй жағдайында жасалған моцарелла ірімшігін қолдандым. Моцарелланың рецептін описанияға қалдырамын, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Моцарелладан бөлек өзіңіз қалаған кез келген сырды қолдансаңыз болады. Дайын болған коржға қуырылған тауық еті, шампиньон, моцарелла және де аскөкті салып шығамыз. Дайындап қойған сұйықтығымызды пирогтың үстіне құйып, 180 градус қызып тұрған духовкаға салып, 35-40 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз да дайын. Киш лоренді сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.